Бәріне сәлем достар. Органикалық химияда механизмдерді түсіну үшін алдымен нуклеофил және электрофил деген ұғымдармен танысуымыз керек. Нуклеофил теріс зарядталған молекула немесе бейтарап молекуланың электрон жұбын құрбан ете алатын қосылыстар, яғни олар электрондарды береді. Мысалы, йод, гидроксид аниондарының теріс зарядталғаны электронның артық мөлшерде екенін көрсетеді. Ал H2O мен NH3-те бар электрон жұптары бейтарап молекулалардың нуклеофил екендігін көрсетеді. Электрофил болса, ол оң зарядталған немесе бос орбиталі бар молекулалардың артық электрондарды немесе электрон жұбын қабылдай алатын қосылыстар, яғни олар электрондарды қабылдайды. Мысалы, H+, темір 3+ катиондарының оң зарядталғаны электронның жетіспеушілігін көрсетеді. Ал бор H3, феррум бром 3, алюминий хлор 3 бейтарап молекулаларында бос орбиталі болғандықтан олар электрондарды қабылдай алады. Сондықтан олар электрофилдер. Енді жалпы механизмін қарастыратын болсақ, артық электрондар немесе электрон жұбы нуклеофилден осындай сызықша арқылы электрофилге қарай бағытталады. Енді гидроксид анионы мен CH3+ катионы арасындағы механизмін салып көрейік. Гидроксид анионындағы оттектің электрон жұбы бар, яғни ол нуклеофил. Ал CH3+ катионы электрофил, өйткені ондағы көміртек оң зарядталған, және бұл электрон жетіспеушілігін көрсетеді. Сонымен оттегі электрон жұбы осы сызықша арқылы оң зарядталған көміртекке бағытталған. Осылайша метанол спиртінің алыну механизмі жүзеге асады. Ал енді келесі кезекте бізде бор фтор 3 пен фторид анионының механизмін салайық. Алдымен қайсысы нуклеофил мен электрофил екенін анықтауымыз керек. Фторид ионы теріс зарядталғандықтан және де электрон жұбы бере алатындықтан ол нуклеофил. Бор фтор 3 бейтарап молекуласындағы бор атомында пи орбиталі бос болғандықтан ол электрондарды қабылдай алады. Ол электрофил. Сонымен фторид анионындағы электрон жұбы осы сызықша арқылы бос орбиталі бар бор атомына бағытталады. Осылай соңында бор фтор 4- анионы алынады. Ал кетон. Енді кетонды қарастырайық. Негізі осы кетонның нуклеофил әлде электрофил екенін анықтау үшін алдымен резонанс теориясын қолдануымыз керек. Алдымен осы кетонда біз көміртек пен оттек арасындағы С-О байланысына назар аударуымыз керек. Оттегінің электр терістілігі көміртекке қарағанда әлде қайда көбірек. Сондықтан оттегі өзіне көбірек электрондарды тартады. Пи байланыстағы электрон жұбын оттегіге қарай беретін болсақ, сызықша арқылы, оттегі теріс зарядқа ие болып, 3 электрон жұбына ие болады. Ал көміртек болса, оң зарядты болады. Сонымен кетондағы оттегі жағы нуклеофилді болса, көміртек жағы электрофилді болады. Егерде кетон түрлі нуклеофилмен де, электрофилмен де реакцияға түсе алады. Егерде кетон нуклеофилмен реакцияға түссе, мысалы гидроксид ионымен әрекеттессе, кетон электрофил ретінде реакцияға түседі. Сондықтан механизмі гидроксидтегі электрон жұбынан кетондағы электрофилді көміртекке
сызықша арқылы бағытталады да, көміртек тек 4 байланыс құра алатындықтан пи байланыстағы электрон жұбы оттегіге өтеді. Ал енді біз кетонның электрофилмен реакцияға түсуін қарастыратын болсақ, мысалы, сутек ионымен әрекеттесе, кетон өзін нуклеофил ретінде реакцияға түседі. Өйткені сутек ионы өзі электрофил болып келеді. Сонымен механизмі оттектегі электрон жұбынан электрофил сутек ионына сызықша арқылы бағытталады да, оттегі оң зарядқа ие болады.